Ассалаумағалейкум. Өткен видеолардың бірінде біз Қазақстандағы орыс тілінің статусын талқыладық. Мен сіздерге бір орыс тілінде жазылған мақаланы көрсетіп, сонда орыс тілінің ресми тіл емес екенін дәлелдейтін аргументтер келтірдім. Сол мақаланың авторы өзі орыс ұлтының өкілі болса да, бұл тақырыпқа барынша объективті көзқараспен қарауға тырысты. Сол үшін мен оған ризамын. Бірақ кейін бұл тақырыпты ары қарай зерттей келе, мен оның қателескенін түсіндім. Шын мәнінде орыс тілі Қазақстанда ресми тіл болып табылады. Оны мойындау керек. Конституцияда жазылған ресми түрде қолданылады деген сөз орыс тілінің ресми тіл екенін білдіреді. Бірақ мұнда көптеген нюанстар бар. Қазір мен сіздерге түсіндіруге тырысайын. Мен бұл тақырыпты зерттей келе не нәрсе түсіндім? Мемлекетте қолданылатын тілдердің бірнеше категориясы бар. Бірінші содан бастайық. Мемлекеттік тіл. Орысша государственный, ағылшынша state language. Ресми тіл, ағылшынша official language, орысша официальный. Және ұлттық тіл деген ұғым бар. Оны ағылшынша national language дейді. Біз оны қарастырмаймыз, өйткені оның ешқандай статусы жоқ. Ұлттық тіл дегеніміз ол диаспоралардың тілдері. Негіз Қазақстанда орыс тілі ұлттық тілдердің біреуі болу керек. Яғни оның ешқандай статусы болмау керек. Бірақ бізде оған ресми статус беріп қойған. Бұл дұрыс емес, өйткені орыс ұлтының басқа ұлттарға қарағанда ешқандай артықшылығы жоқ. Сан жағынан ғана болмаса, ал қазақ ұлтының басқа ұлттардан артықшылығы бар. Неге? Өйткені бұл жердің иесі қазақ. Қазақ мемлекет құраушы ұлт. Сондықтан қазақ тілінің статусы да ерекше болу керек. Енді мемлекеттік тіл деген не? Бұл ұғым ойдағыдан гөрі сәл күрделірек екен. Мысалы, Википедияда ағылшын тілінде мемлекеттік тіл мен ресми тіл екеуі бір ұғым деп жазылған. Неге? Қазір мен сіздерге түсіндірейін. Міне, Википедияның ресми тіл деген парақшасында былай жазылған. Еуропа елдері, ақш, Жапония, Түркия, Ресей секілді мемлекеттерде ресми тіл мен мемлекеттік тіл ұғымдары бір-біріне сәйкес келіп, ауысып қолданыла береді. Кей елдерде бұл ұғымдарға жеке түсініктер беріліп дараланған. Бұндай жағдайда ресми тілдің мемлекеттік тілден айырмашылығы бар. Яғни, кейбір елдерде мемлекеттік тіл мен ресми тілдің ұғымы бір-біріне сәйкес келеді. Екеуі бір тілді білдіреді. Ағылшын тілді Википедияда бұл екі ұғымды бір деп жазған. Бірақ орыс тілінде немесе қазақ тілінде оқысақ, ол жақта ресми тіл мен мемлекеттік тілдің арасында айырмашылық бар деп көрсетілген. Егер қазақшасын оқысақ, міне мемлекеттік тіл дегеніміз мәртебесі Конституцияда бекітілген мемлекеттік мекемелерде іс қағаздар осы тілде жүргізіледі. Әдетте мемлекет негізін құраушы әрі жердің байырғы иесі болып табылатын халықтың тілі мемлекеттік тіл болып белгіленеді. Бірақ ұзақ уақыт бойы отар болып өз тілін ұмыта бастаған кейбір елдерде отарлаушы елдің тілі мемлекеттік тіл болып бекітілген. Бірақ ол бізде емес, ол мысалы Үндістанда мемлекеттік тіл ағылшын тілі болса, хинди тілі тек тұрмыстық тіл деңгейінде қалып қойған, өкінішке орай. Немесе мынандай мысал, Марокконың, Алжирдің мемлекеттік тілі араб тілі болғанмен, ресми тіл ретінде француз тілі онымен бірдей дәрежеде қолданылады. Бұл жағдай енді бізге көбірек ұқсайды. 1993 жылы қабылданған тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш конституциясында қазақ тілі мемлекеттік тіл болып бекітілді. 95 жылы қабылданған конституцияда қазақ тілі мемлекеттік тіл болып бекітілді, алайда сонымен қатар орыс тілі ресми түрде мемлекеттік тілмен қатар қолданылады. Яғни орыс тіліне ресми статус берген 95 жылы енгізілген өзгерістер. 93 жылы конституцияда орыс тілінің ресми статусы болмаған. Ол межнациональное общение деген атағы болған оның, бірақ ресми статусы болмаған. Ал қазір керісінше оның ресми статусы бар. Бірақ мұнда қорқатын ештеңе жоқ. Мен ары қарай түсіндірейін. Мемлекеттік тіл көп ұлтты, жақшаның ішінде көп тілді мемлекетке халықтың ұлттық құрамына қарамай, іс қағаздарын мектеп пен жоғары оқу орындарында оқыту, мәдениет, баспасөз бен байланыс, пошта, телеграф тағы басқа орындарында, құқық қорғау мен әскер бөлімдерінде сот істерін жүргізу тағы басқа міндетті деп саналатын саяси құқықтық қасиеті бар мәртебелі тіл. Қараңыздар. Көп ұлтты немесе көп тілді мемлекетте халықтың ұлттық құрамына қарамай міндетті деп саналатын тіл. Яғни бізде халықтың ұлттық құрамына қарамай, мысалы, ұйғырлар тұратын, немесе орыстар тұратын ауылдар бар ғой, сол жақта халықтың ұлттық құрамына қарамай мемлекеттік тіл қазақ тілі болып бекітілген. Бірақ оны көп тұрғындар мойындамайды.
Мемлекеттік тіл әрдайым мемлекеттің қорғауында және оның қамқорлығында болады. Демократиялық қоғамда белгілі бір тілге мемлекеттік мәртебеге беру оның басқа тілдерге қысымшылық көрсету болып табылмайды. Яғни Қазақстанда қазақ тіліне мемлекеттік статус беру ол басқа тілдерге көрсетілген дискриминация болып табылмайды. Бірақ бізде оны халық басқаша түсінеді. Халық дегенім жаңағы қазақ тілін мойындамайтын азаматтар. Олардан мемлекеттік тілді талап етсең, олар оны бірден дискриминация деп түсінеді. Және бұл мақалада көп ұлтты және көп тілді мемлекет деген ұғымдардың айырмашылығы бар деп жазылған. Мысалы, кезінде КСРО, Югославия тағы басқа көп ұлтты мемлекет болатын. Себебі одаққа өздерінің белгілі бір территориясы, шекарасы, басқару әкімшілік органдар бар субъектілер енген болатын. Ал Қазақстан жайында ол басқаша. Мұнда жоғарыда көрсетілген одаққа тән ерекшеліктер болған жоқ. Сол себептен де республикамыз әлеуметтік тіл білімі тұрғысынан қарағанда көп ұлтты емес, көп тілді елдер санатына жатады. Деу шындыққа сәйкес келеді. Көп ұлтты елдердің қатарына жататын мемлекеттің субъектілері ұлттық республика, облыс, аймақ тағы басқа өздерінің ұлттық тілдеріне мемлекеттік мәртебе беруге құқылы болса, көп тілді елдерде мұндай еркіндік жоқ. Мысалы, Ресей көп ұлтты мемлекет. Ол жақта мысалы татарлар, сахалар, буряттар, басқа да ұлттар, башқұрлар, мысалы шешендер, олар өз тіліне мемлекеттік статус бере алады. Олардың соған құқығы бар. Қазақстанда басқа ұлт өкілдерінің тілдеріне мемлекеттік статус беру дұрыс емес. Себебі көп тілді елдің құрамына диаспора ретінде енген ұлыстардың қалыптасуы солақай саясаттың депортация тағы басқа нәтижелері болуы мүмкін. Яғни бұл құбылыстардың тарихи мән мазмұны жоқ. Сол себептен Қазақстанда мемлекеттік қос тілділік қабылданбай, қазақ тілі мемлекеттік тіл болып, орыс тілі ресми түрде қолданылатын тіл болып жарияланды. Негізі бұл мақалада бәрі әдемі жазылған, бірақ іс жүзінде бәрі басқаша. Бұл мақаладан менің түсінгенім, Қазақстан көп ұлтты емес, көп тілді мемлекет. Өйткені Қазақстандағы басқа диаспоралар онда бұрыннан бері тұрып келе жатқан ұлттар емес, олар депортацияға ұшыраған ұлттар. Сондықтан біз көп ұлтты емес, көп тілді мемлекетпіз. Сондықтан бізде басқа ұлттардың, диаспоралардың тілдеріне мемлекеттік статус берілмейді. Енді ресми тіл туралы Википедияда не жазылған, соны сіздерге оқып берейін. Ресми тіл заң, сот, оқу тағы басқа ресми кеңсе қызметінде мемлекеттік тілмен қатар қолданылатын негізгі тілдердің бірі. Әдетте көп ұлтты елдердің конституцияларында кейбір тілге ресми мәртебе берілген белгіленіп отырады. Ары қарай мында мысалдар келтірген Испания, Азия, Африка елдері, оны мен оқымай қойын. Сосын бағана айтқандай, кейбір елдерде ресми тіл мен мемлекеттік тіл екеуі бір ұғымды білдіреді. Ал бұл ұғымдар әртүрлі болған елдерде, мысалы Қазақстанда, олардың арасында қандай айырмашылық бар? Оның негізгі 3 айырмашылығы бар. Бірінші, мемлекеттік тіл конституция бойынша мемлекеттің қамқорлығында болады. Ресми тіл мемлекеттің қамқорлығында емес. Іс жүзінде бізде бәрі керісінше. Екінші, мемлекеттік тілді меңгеру мектепке дейінгі оқу тәрбие мекемелерінде, орта арнайы және жоғары білім беретін оқу орындарында міндетті деп саналады. Көрдіңіздер ме? Мемлекеттік тіл міндетті, ресми тіл міндетті емес. Бізде Қазақстанда орыс тілін оқыту заңға қайшы келіп тұр. Ол ресми тіл, ол мемлекеттік тіл емес, оны оқу міндетті емес. Бірақ бізде оны міндеттеп қойған. Үшінші, мемлекеттік тіл сол елдің мемлекет, қоғамдық, саяси, экономика, әлеуметтік аяларында кеңінен қолданылатын басты тіл. Ресми тілдің қолдану аясы мемлекеттік тілге қарағанда тар, функционалды рөлі ерекше көрсетілмейді. Сондай-ақ ресми тіл кейбір ұлыстардың бұл аймақта шоғырланып өмір сүруіне байланысты белгіленуі мүмкін. Бұл мақаладан мен не түсіндім? Мен сіздерге бір мысал келтірейін. Мысалы, Англияда шетелден студенттер көп келеді. Сол студенттер келген кезде, олар ең бірінші полицияға барып, сол жақта тіркеледі. Былайша айтқанда пропискаға тұрады. Сонда кейбір студенттер ағылшын тілін әлі толық меңгермеуі мүмкін. Өйткені кейбіреу тіл курстарына келеді, содан кейін барып оқиды. Сонда әрбір университеттің өзінің полиция орталығы бар, полиция бөлімшесі бар. Ол студенттерді тек сол полиция бөлімшесіне ғана жібереді. Сол бөлімшенің ішінде испанша, французша, қытайша, арабша жазулар ілініп тұр. Сол полиция бөлімшесінің ішінде сол тілдердің бәрі ресми тілде қолданып тұр деген сөз. Бірақ
ол тілдер тек сол полиция бөлімшесінің ішінде ғана ресми тілдер болып саналады. Оның сыртында олар ресми тіл емес. Қазақстанды алсақ, оны былай түсінуге болады. Мысалы, Қазақстанның кейбір аймақтарында басқа ұлт өкілдері шоғырланып тұрады. Мысалы, Степногорскта орыстар көп тұрады, Масаншыда дүнгендер, Шонжыда ұйғырлар, солардың арасында мемлекеттік тілді білмейтін жасы үлкен адамдар болуы мүмкін. Әрине, іс жүзінде бәрі басқаша, бірақ мен теорияны айтып тұрмын да. Теориялық тұрғыдан, мысалы айтайық, бір ұлттың өкілдері көп тұратын елді мекенде бір жасы үлкен адамдар мемлекеттік тілді толық білмеу мүмкін. Өйткені олар үйден шықпайды, олар ешкіммен араласпайды, олар қоғамда белсенді емес, олар тек көршілермен, туысқандармен ғана араласады. Оларға өзінің ана тілі жеткілікті болып тұр. Бірақ кейбір жағдайларда оларға мысалы полицияға бару керек, соңға бару керек, сондай кейбір мемлекеттік мекемелерге бару қажеттілігі туындайды. Сол кезде сол адамдар қазақша түсінбеу мүмкін. Солармен байланыс орнату үшін сол мекемеде сол ұлттың тілі кейбір кездерде қажеттілік туындаған кезде қолданылады. Сол қолданылған кезде ол ресми қолданыс болып саналады. Бірақ ол сол мекемелердің ішінде ғана ресми түрде қолданылады. Конституцияда не деп жазылған? Орыс тілі мемлекеттік мекемелерде, жергілікті өзін өзі басқару органдарында ресми түрде қазақ тіліне тең қолданылады. Яғни одан басқа мекемелерде орыс тілінің ресми статусы жоқ деген сөз. Сондықтан, егер сіздерге бір банкте бола ма, дүкенде бола ма, басқа бір мекемеде бола ма, біреу сізге «У нас двуязычие» деген аузы сасыған әңгімелер айтса, оның өзі заңды бұзып отыр деген сөз. Орыс тілінің жеке меншік компанияларда ешқандай ресми статусы жоқ. Ол Конституцияда көрсетілмеген. Орыс тіліне статус беру әрекеттерінің бәрі заң бұзушылық болып саналады. Бізге қазақтарға осыны жақсы біліп алу керек. Өйткені біз өзіміз оны білмейміз. Орыс тілінің ресми статусы тек мемлекеттік мекемелер мен жергілікті өзін өзі басқару органдарында ғана бар. Оның өзі тек қажеттілік туындаған жағдайда ғана. Бет алды емес. Және қазақ тілімен тең қолданады, қазақ тілінің орнына емес. Бізде оны көп азаматтар дұрыс түсінбейді. Орыс тілін қазақ тілінің орнына қолданады, «У нас двуязычие» деп шығады. Мемлекеттік тілді аттайды, ешқандай статусы жоқ тілді оның орнына қолданады, «У нас двуязычие» деп шығады. Бұл нағыз адасу. Ол сауатсыздықтың кесірінен солай болады. Сондықтан осы ұғымдарды жақсылап біліп алыңыздар. Мемлекеттік тілдің, ресми тілдің нені білдіретінін, тіл туралы заңды оқыңыздар, Конституцияны оқыңыздар, оның бәрін жатқа біліп алыңыздар. Бізге өз құқығымызды қорғау үшін өте сауатты болу керек. Заң біздің ең басты қаруымыз. Сондықтан осындай неше түрлі шәуенестерге, сатқындарға, опасыздарға жол бермеу үшін заңды жақсы білуіміз керек. Сонымен сіздерге бұл тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсініксіз болып жатса, бір сұрақтарыңыз туындаса, міндетті түрде комментарийде сол сұрақтарыңызды қойыңыздар, мен жауап беруге тырысамын. Егер бұл тақырып сіздерге қызық болса, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Өйткені келесі жолы біз тіл туралы заңды талқылаймыз.